Бізде бұл әдісте негізі 4 мәселе қаралады, яғни біріншісі қараңыздар. Біріншісі ол бізде тақырып қойылады, сосын тақырыптан кейін зерттеу сұрағы таңдалынып алынады. Зерттеу сұрақты өздеріңіз ойдан құрастырсаңыздар болады, немесе кітаптың соңындағы сұрақтардың біреуін алсаңыздар болады. Одан кейін мәліметтер, кітаптарыңыздан кез келген маңызды деген мәліметтерді жазасыздар, және ең соңында зерттеу сұрағына байланысты өздеріңіздің ойларыңызды қорытындылап жазып шығасыздар. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Қазақстан жерінде пайда болған тайпалық одақ? Сақтардың хронологиясы. Өте жақсы. Арилас па? Өте жақсы. Шығыс Қазақстан. Аргиппей? Солтүстік Қазақстан. Сарыарқаның батысы, иә? Келесі, Истелон. Сарыарқа аймағы деп айтасыздар. Келесі, Массагет. Геродот өзінің еңбегінде сақтардың массагеттері деп атады, иә? Келесі, бізде шошақ бөрікті сақтар кімдер? Тиграхауда. Мекендеген жері? Парадарая. Аралманы, иә? Теңіздің арғы жағында. Келесі, Хаумаварга. Хаума сусын дайындайтын сақтар. Қай жер мекендеді олар? Ақпаян аяқтайсың. Жеті әдіс тәсіл көрсетемін. Тек қана сандарды жаттауға арналған. Оның кейбір бұл әдісті енді үйренсеңіздер, мектепте өздеріңіздің жандарыңызға жақын қайсысы ол соған жауап берсеңіздер әрбірсе. Бұл қатар-қатар ұстаз болғандықтан жақсы білесіздер. Біз әдісті ойлап тапқан бір бөлім, практикада қолданған екі бөлім нәрсе. Екеуі жерге көптеген нәрсе ғой негізі. Сіздер қазір бірдеңе деп айтсаңыздар, бірақ нәрсеге жыл керек. Керей басқарған түсінікті, мына жақта Әбілқайыр хан бәдеп деп қойды. Хан